Саламатсыздар ма, қымбатты көрермендер, біз сіздердің назарларыңызға уақыт кезет атты хабарымызды ұсынып отырмыз. Татар халқының ұлы перзенті Ғабдулла Тоқай айтқан екен, театр күлдіреді, ойнатады, өтіп кеткен өмірді ойлантады деген. Сол айтқандай, сол театрда ойнағанда, өткенді ойлантқанда, қос бірдей өнер тарланы бүгін студиямыздың қонағы. Таныс болыңыздар. Тілектес Мейрамов, Қазақстанның халық артисі, профессор, актер, құрмет орденінің иегері. Екінші қонағымыз өздеріңізге белгілі Талғат Теменов, театр және кино режиссер, Қазақстанның халық артисі, парасат, құрмет ордендерінің иегері. Қалған атақ дәрежесін хабардың барысында айта жатармыз. Ардақты ағайын, бүгін қонақтармен сіздер біздің экранымызда тікелей дидарласып болсыздар. Бұның да өзіндік сыры бар шығар. Оны ағамыздың өзінен естіп білеміз. Тілекең біздің жерлесіміз. Оның үстіне биыл Тілекең үшін мерекелі жыл болып отыр. Торқалы тойыңыз құтты болсын аға. Енді мына туған жерге ат басын бұруыңыздың сырын көрермендеріңіз білгісі келіп отыр. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой. Мен 18 жасымда осыдан 52 жыл бұрын ол кезде екі театр бірге Станиславский мен Сейфуллин атындағы театрда. Соның бір жылдық студиясын бітіріп, үлкен өнерге аттанғанмын. Кейін араға 52 жыл салып келіп тұрмын. 70 жылдық тойыма орай. Театр басшылары осылай ұйғарғаннан кейін облыстық әкімшілік бар, мәдениет басқармашылығы бар, осылай бір кешіңізді өткізейік деп, осы еліңізді өткізейік дегеннен кейін сол ат басын тіреп отырған түріміз. Біріншіден мына бүгін уақыт тауып, күні бойғы кездесулерімізге содан кейін сіздерге теле студия келгенімізге ризамыз. Жалпы Қазақстандағы 60 жылдық тарихы бар Қарағанды облыстық телевидениесі еліміздегі үлкен осы қазақ телевизиясынан қара шаңырақтардың бірінен кейін телевидениесі осы, сондықтан мыңда бір рахмет шақырғандарыңызға. Жалпы бұл келуіміздің сыры себебі мына еліміздегі Қазақстандағы осы өңірден шыққан, осы Сарыарқаның сардаласында өскен қара баланың жаңағы 70 жылдық тойын өтіп келіп отырмыз. Ең бірінші айтарымыз осы облыстың әкімі Ералы Қошанов мырза таңертең осы азаматтар келді деп үлкен ұлын сыйлап, гүлін тапсырып, шапанын беріп, сый сияпатын жасап отқанына мыңда бір рахмет. Бұл да қазақтың сөзі бар. Азаматына қарап ауылын таны деген сөз болатын болса, біз соны осы Ералы Қошанов мырзаға соны айтқымыз келеді. Екіншіден, осы тойдың иесі, осы тойға себепкер болдыққан бұл бүгінгі Қазақстанның халық артисі, профессор, көптеген шәкірт дайындаған, 70-тен астам рөл ойнаған, соның алғашқы сахнаға шыққан, осы көрерменге танысқан осы туған жері, туған елі Қарағандыға келіп отырмыз. Сондықтан біз Тілектес Мейрамов мырзаның шаш бауын көтеріп отқан азамдарым. Сондықтан негізгі той иесі, бүгінгі құрмет иесі, бүгінгі сый сияпат иесі, бүгінгі гүл иесі, ол біздің осы Тілектес Мейрамов. Тілекең қымбатты көрермендер, осы жаңа облыс әкімінің қабылдауынан кейін Сарыжайлау кинотеатрында арнайы қарағандылықтармен кездесу болды. Ағамызға көптеген осы өнер саласына қатысты сұрақтар қойды ғой. Жақсы кездесу болды. Өте керемет кездесу. Рымбала апамыз жақсы ұйымдастырды. Қаншама жастармен өзі жасыратын жоқ. Бұл кісілердің өзі кездесуден өзі қиын тауып алу. Сондықтан мына өз сәті орай келген кезде көрермендер керемет көп жиналды. Көптеген сұрақтың астында қалды. Тіпті осы біздің жазу студиямызға өзі кешігіп те келді солардың жаңа сұрақтар жауап. Солай емес пе? Мына өткен жол осы жақында ғана үлкен осы ауылда той болды. Кім атамыз Бұқар Жырау атамыздың үлкен тойы болды. Сол тойға 20 мың адам қатысыпты дейді. Содан кейінгі 21 адам қатысқан той осы бұл Тілектес Мейрамовтың тойы болды. Мен өзім санап отырдым. Дұрыс, өте жақсы. Мынау Максим Горький дейтін ақсақал айтқан екен, сахна әдебиеттің ең қиын түрі деп. Осыны сіз сахнада сезіне білдіңіз ба? Әрине. Біз күнде сезінеміз оны. Өйткені күн сайын халықтың алдына шығу үлкен біз үшін сын, сынақ. Сол сынақтан сүрінбей өту әркімнің міндеті, абыройлы міндеті деп ойлаймын. Өйткені халықты алдау мүмкін емес. Біз әрқашанда менің ұстаздарым айтатын,
сен әрқашан өзіңді халықтан төменмін деп есепте. Өйткені халықта мың адам отырады. Солардың әрқайсының көңілінен шығу, әрқайсысын сендіре білу бұл бізге үлкен сын. Сондықтан жалпы драматургия деген ол Тәкенің шет жағасын қызу араласып жүрген азаматтың бірі ғой. Драматургия жағын бұл кісі көбірек біледі менен. Бұл қаншалықты қиын жанр екенін. Сондықтан әйтеуір осы кезге дейін бәлкім бірен-саран кемшіліктеріміз болған шығар, бірақ әзірше бұлай енді көп сүріндім деп айта алмаймын. Құдайға шүкір біраз рөлдер орындадым. Халық жақсы қабылдады. Сондықтан мен тағы да айтамын, бұл драматургия деген, актерлық деген өте жоғары. Қазір енді айтатын болсақ, қазір кішкене дәрежесі төмендеп кеткен рас, енді мойындаймыз. Бірақ оған кәсіби актерлардың ешқандай кінәсі жоқ, қатысы жоқ. Дұрыс айтасыз. Жаңағы Жұмат Шанин ағамыз айтты ғой, театр ісі нәзік, күш салуды көтермейді дейді. Рас па? Оның екінші бір дұрысы бар, Чеховтың сөзі бар. Тобырды халық жасайтын театр дейді. Халық болу үшін жаңағы театр болу керек. Ол дегеніңіз тәрбие, ол дегеніңіз білім, ол дегеніңіз ғылым, ол деген театр дегеніңіз ол ана тілінің бесігі. Мына тілектес осы мейрам, осы өңірдің, осы Қарағандының туғаны, тумасы, бұл өзінің алғашқы осы профессионалдық оқуға түспес бұрын баяғыда осы 18 жыл жасында осында келіп 1 жылдық студияда оқыған. Сол кезде алғашқы рет келіннің бетін кім ашса сол істі деп тілектес мейрамовтың ең алғашқы бетін ашқан осы Қарағанды жұртшылығы, яғни сахнаға ең алғаш шыққан осы азамат. Сондықтан жаңағы енді көбісіміз көрермендер білмейтін болар. Мен осы Айқын газетіне үндемес дейтін мақала жаздым, портретін. Ол мақала Абай КЗ, Қазақ үні және Қамшы КЗ сайттарында бар. Елдердің өте жақсы пікірлері де бар. Сондықтан бүгінгі той иесі осы біздің көкеміз. Дұрыс, өте жақсы. Тілеке, сіз жаңағы өнер саласындағы еңбек жетістігіңізді Тәкең жақсылап жеткізіп берді. Тағы бір қырыңызды біреу біледі, біреу білмеуі мүмкін. Осы сіз мынау моноспектакль жанрын қазақ несінде Қазақстанда тұңғыш осы сіз жасады десеңіз болады ғой. Осы туралы бір-екі ауыз сөз. Солай деген пікір қалыптасты, бірақ мен айтар едім, ол бірінші мен емес, өйткені сол қазақтың кәсіби театры құрылмастан бұрын, ұйымдастырылмастан бұрын, мысалы біздің ұлы бабаларымыз қаллекелер, олар бір кеште бір кешке қосып, жалғыз өзі шалда болып ойнап, кемпірді иттің де дауысын салып, сиырдың бұзаудың дауысын салып, жалғыз өзі, бұл сол кістен қалған дәстүр. Біз кәшейін соны жаңа дәуірге бейімдеп жалғастыру ғана. Бірақ расында да енді үлкен спектакльдерді мен біразын жалғыз өзім орындап шықтым. Оның ең бірінші Ақан серіден бастадым. Өзіміздің Ұлы Ғабит Мүсіреповтің драмалық шығармасы. Соны жалғыз орындап, бертінде басқа шығармалар дүниеге келді. Осы 4-5 жылдан бері театр сахнасында, мысалы, Рауан Сейсенбаевтың Майдан әндері деген спектакль жүріп жатыр. Осы жеңіс күніне орай осында келіп ойнап кеттім. Енді одан көп адам құлақтанған жоқ, бірақ әйтеуір менің өзім бір сол ардагерлерге деген бір құрметім болсын деп осында келіп ойнап кеткенмін. Өте жақсы. Театр дегеннен шығады. Театр десеңіз кешегі сахна саңлағы Серке Қожамқұлов ағамыз еске түседі. Сол кісінің ұлы актері ғой, ұлы сахнаның пірі десе де болады ғой. Сол кісінің айтқан бір сөзі, бір ұстаз деген ұлағат есімде естігенде өзімді әлі күнге дейін шәкірттей сезінемін деген бір тамаша сөзі бар. Сондықтан да сіз енді қазір профессор атағын алып жатырсыз, жастарды тәрбиелеп жатсыз. Осы жағынан әңгімені бұрсам деймін. Енді ұстаздар жайына келетін болсақ, мен шын мәнінде жақсы мектептен өттім деп ойлаймын. Мен толық сеніммен айта аламын, өйткені менің ең бірінші ұстазым Қазақстанның халық артисі Асқар Тоқпанов. Бұл ең үлкен Санау Асанәлі Әшімов ағамыздан бастап бір топ емес, 200-ге тарта шәкірт дайындап шыққан ұстаз.
Мына Асанәлі ағамыздың бір сөзі бар, тоқпақтың тоқпағынан өтпеген актер болмайды деп. Иә, Біз сол тоқпақтың шет жағасын көріп қалдық. Осы жерде талай ресми сұхбаттастым осы ол кісімен өзім бақыт санаймын. Одан кейін ол кісі қызмет бабымен қазіргі Таразға ауысқан кезде, ол кезде Жамбыл. Оның орнына біздің өзіміздің жерлесіміз Кеңес одағының халық артисі Шолпан Жандарбекова келді. Сол кісінің алдынан өттім. Бұл енді мен үшін үлкен мектеп, ал енді негізгі мектебім менің театрда болды. Жаңа өзіңіз айтқан, ол кезде Серік ағамыз, Ел ағаң көзі тірі болатын. Солардың ойынын көріп, солардың спектаклі дайындығын көріп, одан бертінде Сәбира Майханова, Хадиша Бөкеева, Ыдырыс Ноғайбаев сынды, Әнуар Молдабеков сынды ұлылармен мен дәмдес болғаныма, сахналас болғаныма әлі күнге дейін өзім бақыттымын. Ал енді қазіргі жастардың осы өнерге қызығушылығы қалай? Сіз енді ұстаз ретінде білгім келемін. Бұрынғыдан енді артпасы кеміген емес. Мен осы бір ғана өзіміздің облысты мысалға айтайын. Бір кездері сол мен оқуға түскен жылдары Қарағандыдан, осы Арқадан жалпы баратын балалар өте сирек болатын. Мен бітірдім бір 3-4 жылдан кейін әлі осы біздің қазіргі Сейфуллин театрының жетекші актері Қайрат Кемалов бітірді. Содан кейін барып Көкшетаудан қазір театр директоры Мұрат Оспанов. Сондай. Қазір енді мысалы Алматыдағы Жүргенов академиясын алсаңыз да, мына Астанадағы университетін алсаңыз да, біздің Арқадан келетін адамдар өте көп, қызығушылығы өте көп. Бірақ енді солардың арасында біз екшеп тек өзімізге әйтеуір осының бір балағының биті бар ау дегендерін қабылдап аламыз. Кейбіреу ренжіп қайтып жатады. Оларға ақылымызды айтамыз. Бірақ қазір осы үрдіс қуантады. Театрға деген қызығушылықтың әсіресе жастар жағынан кемімегендігі. Дұрыс. Өте тәке, сіздің тағы бір қырыңызды ашқым келеді. Біреу біледі, біреу білмейді деген нәрсені тағы да айтқым келіп отыр. Сіз енді тек қана кинорежиссер, театр режиссері өз алдына, актерлігің өз алдына, жаңа алып жатқан марапаттардың ордендеріңіз мына жаққа тақсаңыз да жетіп жатыр. Бұл сізге деген сіздің талантыңызға, еңбегіңізге деген құрмет. Енді бір көпшілік осы кісіні жазушы емес пе дегенде бір сұрақтарды кейде естіп қаламыз. Мен білуімше сіз мына қайырлы таң деп аталатын Гүлназ дейтін әңгіме повестеріңіз бар. Бұл актердің несі аударма емес, өзіңіздің жүрегіңізді жарып шыққан көркем шығармаңыз. Осы көркем шығармаңыз қазіргі кезде жалғасып жатыр ма? Енді әр кәлләда бір қиял дейді. Кейде өлең жазасың, сценарий жазасың, пьесасын. Бұл енді творчество адамына, мен өз басыма театрда, кинода мына домбыраның қос шегі секілді. Қай шегінде ойнайтын келсе сол үшін ойнайтын секілді. Маған кинода, театрда бірдей. Бірақ енді кинорежиссер менің негізгі мамандығым ғой. Көбінесе кино шегінде ойлайсың. Мен осы Қарағанды өңірінде менің пьесам Көгілдір такси осы облыстық театрда қойылды. Соғысы Матайбекені жазған. Бірақ режиссер ретінде бұнда қойған жоқпын. Ал ана Гүлназ повесім анаугүні Абай KZ сайтында қайта жарияланды. Онда да жаңағы Серке ағамның атамыздың сөзді айтып, ұстазымды көргенде дір ете қаламыз дейді. Осы күні біздер студентімізді көрсе көзіміз дір ете қалатын болды. Ана сосын Абай атамыздың өлеңі барады ғой. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас үйретуден балаға дейді. Сондықтан біз ұстаздықтан жалықпаймыз, сол жаңағы сол студенттерімізді ренжітіп аламыз ба деп содан қорқамыз. Иә, енді сондықтан мына негізгі бүгінгі той мен туралы емес, мына хабар теменім туралы емес, хабар тілектес мейрам туралы. Сондықтан әңгіменің басын осы тілектес мейрам қылсақ. Өйткені бұл осы ауылдың тумасы. Өте жақсы. Тілеке, жақсы, Дамкен жақсы сізге сілтеме жасап отыр. Оны біз қолдап та отырмыз. Көрерменіңізді естіп біліп жатыр. Еңбегіңізге сәттілік тілейміз, ең бастысы. Мына жерлестеріңіз сіздің шығармашылығыңызға өте құштар. Бүгін жаңағына енді қымбатты көрермендер қазір Станиславский атындағы театрда өнер шаңырағында қар үстіндегі көгершінге заты спектакль қазір басталады. Енді бүгін көре алмағандар алдағы апталарда ол тағы да қайталанып жатады. Келіңіздер, театрдан көріңіздер, тілекеңді толығырақ сол шығарманы көріп отырып, жүректеріңізде қалдып отырып, жақсы танитын боласыздар. Мен ойлаймын, қазір біраз әңгіменің басын қайып тастадық, осымен хабарымызды аяқтаймыз. Істеріңізге сәттілік тілейміз.
әрдайым халықтың құрметіне бөлене беріңіздер. Қымбатты көрермендер, хабарымызды осы жерде түйіндейміз. Эфирде келесі кездескенше аман болайық.